оқушылар, бүгінгі мерекелерің құтты болсын. Бүгінгі көрсететініміз қырқынан шығару баланың. Баланың қырқынан шығару, ол ана мен баланың денсаулығына өте маңызды. 40 күн баланы біз шомылдырамыз, таза суға, таза қайнатылған ыстық суға, жылы суға шомылдырып 40 күн май жағамыз. Сосын өз жасаймыз. Сосын деген мақсатта, денсаулығы жақсы болсын деген мақсатта. 40 күн өтті бала дүниеге келгеніне. Енді 40 күннен кейін сол ауылдың, сол әулеттің үлкендері жиналып, баланы 40-ына шығарады. Барлықтарын 40-ына шыққасындар, барлықтарында ата-аналары көп күткен, барлықтарын бір азаматшасындар, сендерді біле жүргендерін дұрыс. Біз мұны суымызды дайындап аламыз. Ол стерильді болу керек, қайнаған, суытылған, бөлме температурасында 36-37 градуста болады. Соған ата-әжелер өздері ырымдап, балаларымыз осы күмістей таза, күмістің өзінің негізі қазақ салт-дәстүрінде бұл күміс өте ерекше құрметтелген бұйым болып табылады. Бұл күмістің құрамы таза, денсаулыққа пайдалы болғандықтан балалардың да денсаулығына осы шипасы тисін деген мақсатта ата-әжелер өздерінің күмістерін баланың суына салған. Ол күмістер бала жуынып біткенде ол таратылған. Балалар ырымдап береді, сен де осындай сәбилі бол деп басқа ата-аналарға берілген. Сондықтан бұл күмістер сол мақсатта пайдаланылады. Енді міне 40 суымызды дайындап алдық. Ішіне көріп тұрғандарымыздай күміс бұйымдарымызды салдық. Суымызды дайындаған кезінде біз оны жай құя салмаймыз. Сол әулеттің үлкендері келіп ырымдап дайындалған судан осы 40 қасық су құяды. Бата тілегін айтып, баламыз ауырмасын, баламыз елдің үлкені болсын, өнегелі болсын, талантты болсын. Солай ата-аналар қазір енді сіз құйып шығыңыз деп мен айтамын. Сосын келесіне барам. Осылай 40 елдің үлкен әулеттің сыйлы үлкендері 40 қасық су құйып шығады, өз тілектерін айтып. Ал оқушылар келе жатыр, аяғына дейін, бәрі жеріне сумен жуындырып шығарсын. Баланы жуындырып алып, ол баланы құттықтап, сосын ауылдың үлкен әжелері ары шашын алады, тырнағын алады. Солай баланы өбектеп, бесікке салып, ары салт-дәстүрлі бізде қазақта өте көп. Соның ішінде осы 40-ына шығаруды өте ерекше құрметтеп, қастерлеп, әрбір баланы 40-ына шығарады. Соны біле жүргендер дұрыс. 40-ына шығару бұл баланың ел азаматшасы болсын деген мақсатта, ертең ешкімнің ала жібін аттамайтын, үлкен еліне елеулі, халқына қалаулы азамат болсын деген мақсатта жасалады. Бәріктен 40-ына шыққасындар.